Саламатсыздар ма, топ студенттері? Бүгінгі тақырып бойынша технологиялық картаны қалай есептеп толтыру керектігі жөнінде айтып өтемін. Классрумда салынған технологиялық картаның үлгісі ретінде біздер басты машина бульдозерді қолдана отырып, жер биіктігінің үйіндісі 0,5 метр қалыңдықтағы жер төсемінің технологиялық картасы көрсетілген. Бұнда жұмыс процестері, оның формулалар қалай есептеп шығарылған жөндері, мысалға өсімдік қабатын алып, осын 10 см қалыңдықта нығыздап, аунақпен қопсытқыш бульдозермен қопсытып, оны дейтін өңдеп, тегістеп, қалай нығыздалған жөнінде жұмыс процестерінде көрсетілген. Осы үлгіге қарап, мына келесі беттегі берілгендермен технологиялық картаны толтыру керек. Осы технологиялық картында біздер мынандай сызбасын сыздық. Манағы көрсетілген технологиялық картаны толтырып, сызбасын сызылғаннан кейін, сіздер қорытындыға келе осындай сұрақтарға жауап беру керексіздер. Үйіндінің орташа биіктігі не үшін ескеру қажет? Үйіндіні құру кезінде қандай ресурстар пайдаланылады? Машинаның өнімділігі дегеніміз не? Жұмыс ауысымына қажетті ресурстарды қалай анықтаймыз? Жұмыс көлемі және бөлу жолағы дегеніміз не деген сұрақтарға келесі сабақта жауап берулеріңіз сұралады. Рахмет, сау болыңыздар.